Осы адрес па? Білмеймін, көрейші. Ағай. Кіруге бола ма? Кіріңдер. Бізге сіздің көмегіңіз қажет. Қандай көмек? Короче, аға, тема бұлай. Бәрден әлі, сағат. Қандай сағат? Сен туған күнде бергендегі екеуміздің өмірімізді ауыстырып жіберді. Ол мен саған бердім ғой. Ол сағат қаяқта? Ол сағатты сенің қыздың. Нұрай жоғалтқан. Қай жерге жоғалтты? Қай жер жоғалтқанын білсем өзім тауып алмайын ба? Кеттік онда сағат іздейік. Ол сағатты тапқан кезде не пайда саған ал? Қалай не пайда? Сағатты аламыз да сындырып тастаймыз. Сол кезде ол сағаттың күші жойылады. Ол сағаттың ішінде біздің өміріміз жатыр. Осынған кезде бізге не болатынын кім білсін? Кеттік Нұрайды тауып алайықшы. Нұрай, сағат қаяқта? Айтшы маған, өте керек болып тұр. Қай жерге тастадың сағатты? Жігіттер, тоқтасаңдаршы. Қызымен сөйлесіп тұрғаншамыз. Не от сонша? Кімсің сен? Кімсің сен дегенде мен оның жігіті болғанмын, не от сонша? Жүріп кеттік. Жүр. Сендер қуасыңдар ма? Сағат қайда? Сағат қайда? Сағат менде. Сендер білмеп беріңдер. Адамға сағат сыйлау, ол өзіңнің бүкіл өміріңді сыйлаумен тең екенін. Сендер қазір қандай қателікке душар болғандарыңды білесіңдер ме? Бұл сағат сиқырлы сағат. Яғни адамның өміріне өте қауіпті. Сендердің бұл сағатты бір-бірлеріңе сыйлау арқылы өздеріңнің жандарыңды ауыстырдыңдар. Соның кесірінен сендердің өмірлеріңдегі бүткіл матрицаларың, яғни временная континуумдағы бүткіл взрывтардың барлығы сендердің кесірлеріңнен болып жатыр. Уақыттың тез жылжуы, адамдардың есінен ауысуы, тағы да басқа ғаламшарлық жарылыстар әлемдік деңгейдегі қауіп төндіріп тұрсыңдар. Ағай, біз оны біліп тұрмыз ғой. Біз сізден оның шешімін сұрауға келдік қой. Оны шешуге бола ма? Шешілетін нәрсе ма ол өзі? Шешілетін нәрсе ма дейсің бе? Есіңде болсын, әр нәрсенің шешімі бар. Тек бұл жерде кінәрат өздеріңнен болып тұр. Және оны жөндейтін тек өздерің ғана. Соңғы рет сағатты алар алдын араларында бір қарсылық, қарама қайшылық болған бе еді? Жоқ, мен бұның өміріне қызығам деп айтып едім. Ол да мен өміріме қызығам. Демек, мәселе сонда жатыр екен ғой.
қарама қайшылық болғанда біз бір-біріміздің өмірімізге қызыға берейік те. Не? Бір-біріміздің өмірімізге? Сендер не айтқандарын білесіңдер ме? Адам деген өзі бір нормальный өмірге шыдай алмай жүргенде сендер өз өмірлеріңе безіп жүрсіңдер ме? Жігіттер, естерін жиыңдар. Біз бұлай болатынын білмедік қой. Мәселе білмегенде емес. Мәселе алдын ала не айтарыңда. Әрбір сөзді айтар алдын адам 7 рет ойлану керек. Абай Құнанбаевтың сөзі бар. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Оған не қатысы бар? Әрбір істер алдын, әрбір істі бастар алдын сен ойланасың. Ал ойыңды жеткізу ол уже әрекет. Түсінікті ме? Сондықтан да әрбір сөзді айтар алдын сен бірінші ойланып алу керексің. Демек, сендер өздеріңнің өмірлеріңе қарық болмай, бір-біріңе қызығып, және сонымен қатар сағат сыйладыңдар ма? Жағдайларың өте қиын. Түсінген шығарсыңдар, қандай қателікке барғандарыңды. Біз ондай боларын білген жоқпыз ғой. Оның бұл жерге не қатысы бар? Бұл нәрсенің тек бір ғана шешімі бар. Осы өмірде жүріп, өздерінің бұрынғы өмірлеріндегі ең маңызды, ең жақсы көретін адамдарыңды бақыт ете алуларың керек. Тек сол кезде ғана маған қайтадан келіңдер. Ал оған дейін мына сағат менде бола тұрсын. Жоқ, аға, бұл сағат маған керек қой. Шәлет, ала ғой. Тек абайла. Өте қауіпті сағат. Қаға шықтыңдар жігіттер. Аллаға шүкір. Талаға ма? Талаға болғанда